Сәлем достар, қалайсыздар? Маған да 75 күндік челлендж келіп жетті. Менде бүгін кеше бірінші күнім өтті, бүгін менде уже екінші күнім. Бүгінгі жаттығуларымда, яғни күнделікті әдетімді қалыптастыру мақсатында осы 75 күндік челленджді бастап жатырмын. Яғни ол жерде мен не жеймін, не ішпеймін, жаңағыдай, не қандай заттарды өзіме әдетке қалыптастырамын, соның барлығын қазір айтып кетейін. Ең бірінші мен фастфуд тамақтан бас тартайын деп жатырмын. Одан кейін газдалған сусындар. Өйткені бала босанғалы бері менде кішкене гормональный нарушение болды. Түнде ұйқы жаңағы аз, сонымен энергия кеткендіктен энергетик ішіп кеттім өте көп. Содан бас тартқалы жатырмын. Одан кейін тәтті тамақтардан, одан кейін өзімнің ең больной, яғни жанды жерім, жанды тамағым деймін, мощный тамақтардан өте қиын менде бас тарту. Сол себепті соның барлығынан мен бас тартқалы жатырмын. Сосын мен енді не істеймін 75 күн бойы. Яғни таңертең сағат 8-ге дейін тұруым керек, сағат 8-ге дейін жаттығу жасауым керек. Мен билегенді өте қатты жақсы көремін, билеймін, яғни күніне 10 000 шақ жүруім керек. Одан кейін кітаптың 10 парақ бетін оқып, таңертең ерте тұрып, кешке ерте жатып, сол әдеттерімнің барлығын қалыптастырғалы жатырмын. Қазір енді сіздермен ең бастысы өзімнің весімді көрсетемін, қанша салмақ екенін, салмағымды. Ал достар, қараңыздар, менің салмағым дәл қазір 97-де 65 болып тұр. Жақындатып көрсетсеңіз болады. Бұл жерде күнделікті әдетімді қалыптастыру мақсатында осы 75 күндік челленджді жасағалы жатырмын. Өзімнің үйдегі қарапайым есігіме осылай шығарып алдым да, күнделікті жаттығуым жасағанымды. Сосын айтпақшы, өзімнің салмағыма сай күніне 2,5 литр суды ішіп отыруым керек. Как-никак кешкі сағат 6-ға дейін су ішу керек, өйткені кешкі 6-тан кейін су ішкеніңіздер уже ол болмайды екен, бүйрекке отказ береді екен. Сол себепті өзіме 75 күндік әдет қалыптастыру челленджді өзім вызып тастадым. Мені осы YouTube арнасында қадағалап отырсаңыздар болады. Солай мен 75 күндік челленджіме қош келдіңіздер. Және де мені Instagram желісінен, стористан бақылап отырсаңыздар болады. Одан кейін TikTok желісінен де бақылап отырсаңыздар болады. Барлығына не ішіп, не жеп қойып, қалай жаттығу жасап жатырмын, қалай билеп жатырмын, соның барлығын сіздерге бөлісіп отырамын. Барлығын от-үйді енді. Мендегі ең басты проблема мынау қолдың майы өте прям тарча кетіп тұрады. Киімде үстім басқа размер кигенмен, бірақ осы 50-ші размер киген кезде именно осы менде қол келмей қалады. Сол себепті 52 сондай размер киемін қазір. Сосын мынау іштен фартук деп айтады енді. Семіз қыздар бар болса, қатты тиіп кетсе ренжімеңіздер. Осындай фартуктан арылуымыз керек қыздар. Хотя бы өзіме енді 4 бала тудым деп өз-өзімді тастап қойғым келіп тұрған жоқ. Өйткені жігітімнің қасында менде сұлу, әдемі болып жүргенімді қалаймын. Өзімнің армандаған баламды, қызымды тудым. Енді өз-өзімді қолға алу мақсатында осылай қарап алыңыздар. Барлығы. И сосын менде де артта мындай складкілер бар. Қараңыздар, прям видно там. Сол себепті осы 75 күндік челленджді мен сторисімді, Инстаграмда, TikTokымда және де YouTube блогымда мен бірге бақылап отырыңыздар.